аты шулы Чимкентпен, тағы да адам өлімі Чимкенттен шығып жатыр. Не шықса да Чимкенттен шығады деп комментария жазып жатыр да, бірақ ақиқатын жазып жатыр, шындықты жазып жатыр. Шынымен қыз зорлау Чимкент, адам өлтіру Чимкент, адам пышақтау Чимкент. Не болып кетті, біз қандай қалаға айналып кеттік? Санатаның артынан Toyota 55 келіп соққан. Бұлар екеуі әңгіме шешіп тұрғанда аржағынан 570-тегі адам жүгіріп келіп, Санатаның егесіне ұрған. Бұлар кінәлі болып тұр да, 55 артынан соққан болса кінәлі болды. Ал оны кінәсін мойындамай артынан келіп жүгіріп келіп ұрып соғып, басына мас киіп алып, оны пышақтап жатыр. Онымен қоймай, машинасына салып алып кетіп, өлі денесін Темірланға апарып тастаған. Чимкент пен Темірланның арасы 40-50 километр. Сондай жерге апарып, айуандықпен 7 рет пышақтап өлтіріп тастаған дейді. Не болып кетті, біз қандай қалаға айналып бара жатырмыз, қандай елге айналып бара жатырмыз. Бұған қатаң жаза қолданбаса, айтып ауыз жиып болмай жатыр ғой, күніге адам өлімі деп. Күніге адам өлімі, пышақтап өлтіріп жатыр. Көшеде еркекше ерегісіп қалып, жолға таласып қалып, бір-бірімен төбелесіп, еркекше төбелесіп кетіп қалса, ол бөлек әңгіме. Жүрек деген қатып қалды мынандайды күніге көре беріп. Мына көзден жас шықпайтындай, бұндай жаңалыққа таңғамайтындай дәрежеге жеттік біз. Алла сақтасын, Алла елімізге, жерімізге тыныштық берсін. Мынау ұрпақтарымызға дұрыс тәрбие берейік. Осындай қылмыс жасап жатқандарға заң орындағылар тиісті жазасын берсін. Өлім жазасын бере ма, өмір бойына соттай ма? 26 жасар Диана деген қарындасымызды 25 жерден пышақтап өлтіріп тастаған анау жауыз мектеп оқитын жігіт, ана 17 жасар ма 18 жастағы жігіт. Соның өзіне 7 жыл беріп отыр. Біреуді боқтағаның үшін, біреуге балағаттағаның үшін 5 жылға сотталасың. Ал біреуді өлтіргеніңе айуандықпен, жауыздықпен өлтірген үшін 7 жылға сотталасың. Әділдік қайда? Әділдік қайда? Біз осылайынан қаншерлерімізді, жауыздарымызды ақтап ала беретін болсақ, біздің еліміз ел болмайды. Бұлай біз дамыған елдердің қатарына кірмейміз, болашағымызда біздің жастарымыздың өмірі қыл үстінде тұр дәл қазір. Жолға сыймайтын мал қазақтарды түсінбеймін. Ренжімеңдер, общий айтып отқан жоқпын. Ана Шымкентте болған жағдайды көріп жүрегім ауырды. Олар да қазақ, біреу өлді, не болды, біреу калека болды. Больницаға түсіп жатыр. Бәрін бір тудың астында тұрасыңдар. Қазақстанның кең байтақ жерін сыйғыза алмай жүрсіңдер ма? Сендерге не болған жігіттер? Қол төбелескен кезде қолдарына пышақ алып, ол әлсіз андай бір подростықтардың әрекеттері ғой, қолына пышақ алып төбелесетін. Жұмырдықпен бірде-бірге шешпейсіңдер ма? Сол мынандай бір 5 метр, 2 метр трассаны бөле алмай жатсыңдар ма? Ұят қой мына жағдай. Соттау керек. Сол ана сақалды қолына пышақ алғандарды аямай соттау керек. 20 жыл как минимум бас бостандығынан айыру керек. Бұл бәріне сабақ болу керек. Сосын қою керек доска позора, Шымкенттің плакатына іліп қою керек. Мыналар жолды бөлісе алмаған қазақтар сол үшін сотталды деген сияқты. Жолға сондай плакаттар керек, сабақ болсын бәріне. Ұят екен, өте ұят. Бір жолды бөлісе алмай адамның өмірін қитсауға дайынсыңдар. Сөзім жоқ айтуға. Еще барып, бізге біреу жау шапса, Ресей шапса, біз соғысамыз дейсіңдер. Несімен соғысасыңдар? Өздерің бір-бірімен жолды бөле алмай жүргенде. Шымкент қаласы полиция департаментінің басшысы генерал орнынан босатылды. Должностьтан кетті. Президент араласқаннан кейін. Бірақ қыз баласы өліп отыр ол жерде, иә. Қыз баласы өлмейтін еді, егер де полиция қызметкерлері жұмыс жасайтын болса. Халатный отношение болмаса, жаңағы укрытый болмайтын болса, увод от ответственности дейді ғой, сол секілді іс-әрекеттер болмаса, қыз баласы өлмейтін еді. Неге? Қызды алдында алып қашып кеткен. Одан кейін сталкинг болған. Екеуімен де ешқандай әкімшілік не қылмыстық кодекспен де ешқандай іс тіркелмеген, түсінесіздер ме? Конечно, одан кейін бала білген істейді. 21 жасар қызы көшеде қола жүріп пышақтап кетті. Бір полиция жоқ, бір басқа жоқ. Әзер дегенде 2 күн іздеп жүріп әрең тапты да оның үшін. Контрольный материал соны өзін 2 күн іздеп жүріп тапты да. Енді білмеймін, полиция департаменті жұмыс жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па? Ашейінде жаңағы блогерлер, Инстаграм, адым бойынша әкімшілік хаттама, встречка дейді. Жаңағы сондаймен олар күшті жұмыс жасайды да. Дронмен, право решать еткенге бүкіл усилиен бәрін сояққа жеріп тастаған да. Адамның өміріне қатысты болса, жоқ ол жаққа ешқандай шара жоқ та. Только протокол сұрайды. Жаңа чаттарын оқып атасың ғой, келеді. Осындай протокол 100 хаттама, 10 хаттама, нан толтыр, анан толтыр әңгімелер сол да. Ал қылмыстың алдын алу бойынша бағыт направление 0. Неге? Себебі сталкинг оны алдын алуға болатын еді, қыз барып алып қашты деп обращение жасады. Жаңа похищение человекпен арыз жазды. Адам әкелдің, қамадың, қыз өлмейтін еді. Сталкингпен защитный предписание қойып таста,
защитный предписание қойылған күн өзінде де звондады, хабарласты, кездесті, жолықты, апарда 10 сутка арест қамап тастады. И жаңағы сталкингтің өзімен де қылмыстық тірке. Не болады, қылмыстың алдын алдың ба? Иә. Дәл мына жерде қандай әрекет болып тұр? Бұл жерде халат отношение, не болмаса укрытый. Сонымен қылмыстық істе жаңағы собственной безопасности, не болмаса жаңағы ДКМ ғой қазір, или прокуратура, спецпрокуратура тексереді. Өздеріне, полиция қызметкерлеріне қозғау керек та қылмыстық істе. Ойлашы, бір қылмысқа целый бір республиканың президенті өзі араласып отыр да, отстранение болсын, басқа болсын, жауапқа тарту болсын. И осы жерде қоса ету керек еді да, личный составты просто штраф, сергек, қарапайым халықты бүйтіп, ондайға направление емес, наоборот, уголовный қылмыстың алдын алу бойынша сонымен жұмысқа бағытын бұру керек еді. Раскрытие преступления емес, недообучениемен айналысу керек. Сондай бұйрық берген кезде қатып кетеді. Біздің жігіттер соғысқа дайын бе екен деген күрделі сұрақ өзегімді талайды да әрдайым. Қазір әлемге қарайтын болсақ, түрлі түсті жағдайлар болып жатыр. Ондай жағдайлардың біздің мемлекеттің табалдырығына келмей айналып кетеді дегенге ешқандай кепіл жоқ. Соны қазіргі таңда өзіміздің елде ішінара жігіттердің мінез құлықтарына, сөздеріне, іс-қимылдарына қарайтын болсақ, ұсақтау болып кеттік па деймін да. Мен жалпы өзімді ақтап отқан жоқпын. Мен де сол ер азаматтардың қатарында шығармын. Неге иә емес, неге жоқ емес, өйткені шыны керек, ондай күн біздің басымызға туып көрген жоқ. Сондықтан алдын ала мен мына жерде кеуде соғып, ойбай ондай күн туып қалса, қолыма найза алып, аттың үстіне шығып, ең бірінші қатарда тұратын мен болам деп айтайын десем, ертең екі сөйлеп қалам ба деген күмән туындайды. Иә, әрине, ең басшысы енді отан отбасынан басталғандықтан отбасынды қорғау үшін шығасың ғой, бірақ біз ондай шиеленістердің көрінісін, шындығын, ішінара біз ондай жерлерде болып көрген жоқпыз, біз білмейміз. Қаншалықты сенің бойыңда күш қуатың толы болсын, сенің әдіс тәсілің бай болсын, білімің керемет болсын, тактикалық деп айтамыз, иә, мысалы қазір әскери тұлғаларды алайық. Енді азын-аулақ азаматтар бар, иә, болып келген, бірақ дегенмен мына әлеуметтік желілерде, теледидарларда көрсетіп жатыр ғой, мына ММА алаңға шығып, бірін-бірін қанжа сағып, соғып, сабап жатады. Бұған кеуде соғамыз бәріміз. О, міне чемпион болыпты. Сондай азаматтар, сондай жағдайларда қалай өзін өзі ұстайды екен. Бейбітшілік өмірде бәріміз айта бере аламыз. О, елім жерім, әне міне қазақ деген осындай мындай, бірақ шынымен басыңа күн туып қалса өте қызық та. Мен өз басым қандай қалыпта болады екен сонда? Маскам шешіліп қала ма екен? Әлде расымен мына іште жүрген рух айнымай істегенін істей ме екен деймін да. Сол сияқты осындай бір сауал көпшілікке батыр деп санап жүрген бауырларыңызға жібере қойыңыздар, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.